Сүлейменова Батиля Сүлеймен қызы. 1951 жылғы 18 қазанда Қарағанды облысы Ақсу Аюлы ауылында ұстаздар отбасында дүниеге келген. Бала кезінен білімге құштар, еңбекқор, адамгершілігі мол болып өсіп, ата-анасының берген тәрбиесін өмірлік ұстанымына айналдырды. 1969 жылы Ыбырай Алтынсарин атындағы орта мектепті ойдағыдай тәмамдап, арман қуып, жоғары оқу орнына түседі. 1974 жылы педагогикалық институтты бітіріп, еңбек жолын Қарағанды қаласындағы шахта құрылыс басқармасы ШСУ-9 мекемесінде бастады. Батиля Сүлеймен қызы қай ортада жүрсе де, өз ісіне адалдығымен, жауапкершілігімен, сабырлы да мейірімді мінезімен ерекшеленді. Әріптестері арасында сыйлы, жақындары үшін арқа сүйер жан бола білді. 1979 жылы Құлмағанбетов Төлегенмен отбасын құрып, аяулы жар атанды. 1980 жылы өмірге келген қызы Айнұрмен 1983 жылы дүниеге келген ұлы Азаматқа бар мейірімін төгіп, оларға саналы тәрбиемен сапалы білім беруді өмірінің басты мақсаты етті. Ол отбасы құндылығын бәрінен биік қойып, адал еңбегімен, кең жүрегімен, даналығымен айналасына шуағын шашқан жан еді. Батиля Сүлеймен қызы жарқын бейнесі, ақыл парасаты мен мейірімі оны таныған жандардың жүрегінде мәңгі сақталады. Артында өшпес із, өнегелі өмір жолы мен ұрпағына үлгі болар асыл мұра қалдырды. Қазіргі таңда ізін 4 немересі жалғастырып келеді. Жаны жәннатта, иманы жолдас болсын. Сыйладың, мәпеледің, ол қызыңды жетеледің, мақсатына көздеген. Жылы сөздерің жүрегімде, өзің барда бұл өмірде, жалым биік өзгеден. Анашымай, көктегі күндей, көктемгі гүлдей, нұрын сепкен жанына жанашырай. Сағындым сені, бағымның шегі, ақ сүт берген анашыма. Құласаңда жылама деп, ақыт тілер аяулым. Өзіңсіз ана